Колледж кезінде мен сен сенбесең мен тиме, ешкіммен шаруасы жоқ. Біреу тиіспесе, біреу сөйлемесе ғана сөйлемейтін студент болдым. Апайдан қатты ұрыс естіген кезім 3-ші курста Әсем деген қызбен конфликт болып, кешке қарай кураторымнан көп ұрыс естідім. Сен неге бұлай ертерек айтпадың, осындай жылаған кезде осындай ауруың бар екенін деп. Мен де сол кезде судорогым ұстап қалған болатын. Апай оған сеніңкіремеді еді да, содан кейін ол сенің истерикаң деген сияқты айтты. Колледжге ең алғаш келген кезде ешкім танымадық қой кезде. Бірақ ең алғаш сырт келбетінен тартып тұратын бота болды. 2-ші курс кезінде мен 18 емеспін, ол кезде 16-тамын. Сол кезде мен 11-ден кейін қалаға шығып, мектепте ұстап қалғам. Енді колледжіне хат жібереміз деп айтқан кезде сенбедім, жібермейтін шығар деп. Келесі күні азанда келсем, уже жіберіп қойыпты. Тағы кураторымнан ұрыс естідім. Гүлжан апайдың кабинетіне кірдім, Гүлжан апайдың кабинетінен жылап шықтым. Ең бірінші ата-аналар жиналысында мені бота айтқан, жеңшем өстіп айтып жатыр, сені премьер ретінде куратор жұмыс істейтін қыз деп алыпты деп. Білмеймін, енді ол кезде сөйтіп айтты ма, айтпады ма, әйтеуір мейман болған жоқ ол кезде, ең бірінші болған жиналыста. Сол кезде мен үшін ең жағымсыз сәт болды. Менің жұмыс істейтінімді жұрттар жаман көріп, мені бұзылған қыз сияқты көрсетті. Группаға жалпы. Сөйтіп бота менің қасымнан қашып шамалы алдыға қарай отырып, маған жеңше сен мен отыруға қарсы болып жатыр деп, сені жаман қыз көреді деп сөйтіп айтқан кезінде мен ыңғайсыз болып қалдым. Практикада сынып жетекшім мен праздник күндері 8 март, 9 март күндері, 8 март күні праздник тойлап, Каирға барып, 9 март күні тойға барғанмын ғой. Сол екеуін көріп статусымнан 10 март күні сабаққа барған кезінде болған шығарсың енді қыдырып, болды енді сабаққа қатыс бірдеңе деп айтты да, мен сосын апаймен шамалы сөзге келіп қалдым. Болашақта өзімді білмеймін, ол жағын әзір. Болашақта осы сұрақты бітіргеннен кейін қорқытқа тапсырып, түстім, түспесем, өзім қалаған мамандыққа, басқа платныйға тапсырамын деп отырмын. Барынша ұялшақ болмау керек негізі. Тұйық болмау керек екен, адаммен қалай барсың солай сөйлесіп, шынайылығыңды көрсетіп, кез келген жерде ашық болсаң, барлығы тез тіл табысып кетеді екен. Бір-бірімен жарыспай, бір-бірімен көреалмаушылықты қойып, шынайы болуға шақырамын. 3-ші курс оқып жүрген кезде менің қасымда Айшолпан есімді қыз отыратын. Айшолпан мен менің алдымда отыратын Ишандик Зарина сөзге келіп қалып, боқтасып, бір-бірін итеріп, солай сосын Зарина оған ренжіп қалып. Сосын қоңырау кезінде біз әжетханаға барады. Зарина маған Айшолпанға деген ренішін айтып келатқан, мен тыңдап келаттым. Әжетханаға кіргеннен кейін ол ренішін Зарина тағы жалғастырып айтты. Бірақ біздің артымызда, не алдымызда ешкім болмағандығын ол кезде. Солай Зарина ешкім болмағандықтан айта берді. Әжетханаға отырып та айтты. Сосын мен оны тыңдап отырдым, деп. Бір кезде Зарина айтып болғаннан кейін Айшолпанның дауысы шығады ғой, жаңағы сөзге келіп қалған қыздың. Айтып болдың ба, неқса мен неқта отырмын ғой деп айтады ғой. Сосын мен төбеме қараймын, жан-жағыма қараймын, Айшолпан дауысы қаяқтан шығып жатыр, маған сөйтіп елестеп жатыр ма деп. Сөйтіп шықсам, шынымен Айшолпан біздің ортамызда отырыпты. Әжетхананың ішінде мен мына басында, Зарина мына басында отырса, Айшолпан ортамызда отыр. Біздің артымыздан кіріпті, біз оның дауысын естімеппіз келген. Солай есікті тарс жауып көрдік, бәрің не деп айтып еді? Лицемер екенсіңдер бәрің деп, сөйтіп есікті тарс жауып кетіп қалған. Сосын мен Заринаға, Зарина, сен хотя алдында отырасың, мен қасында отырамын, оның қазір қалай отырамын деп ұялдым. Сол қызық. Пока, достар, мен сендерді жақсы көремін.